Баршаңызға қайырлы күн достар. Дәмі өте керемет болып шығатын бояғышсыз 4 түрлі түсті бургер дайындаймыз. Маралмен бірге болыңыздар. Бояу ретінде табиғи шырындар пайдаланамыз, яғни шпинат, сәбіз, қызылша шырыны және белсендірілген көмір. Барлық қоспалардың граммы видеоның астында описание жазылатын болады. Ең алдымен шпинат қосылған бургерімізді дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, оған тұзымызды, құмшекерімізді саламыз. Содан соң аштығымызды саламыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Шпинат шырынын құйып араластырамыз. Бір қасық ұнымызды саламыз және араластырамыз. Біртекті болған соң бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Бізде қамырымыз шапка болып көтерілді. Енді оған бір жұмыртқаны араластырып, 4/1 бөлігін құямыз. Сұйық майымыздан құямыз және барлығын араластырамыз. Соңынан ұнымызды електен өткізе отырып қосып, қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Бетіндегі пищевой пленканы алып тастаймыз. Қамырымызды жақсылап қайтарып аламыз. Сонан соң булочкаларымыз бірдей болу үшін 1/3 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды дөңгелектеп, противеньге пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды орналастырамыз. Беті кеуіп кетпес үшін майлықпен жауып қоямыз. Дайындайтынымыз қызылша қосылған бургер. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, оған тұзымызды, құмшекерімізді және аштығымызды салып, соңынан қызылшаның шырынын құямыз. Бір қасық ұнымыздан салып, жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырым шапка болып көтерілді. Енді оған жұмыртқамыздың 4/1 бөлігін қосамыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, барлығын араластырамыз. Ұнымызды електен өткізе отырып қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымызды қайтарып аламыз. Сонан соң 1/3 бөлікке бөлеміз. Және қолымыздың көмегімен осылай дөңгелек булочкалар жасаймыз. Дайын булочкаларымызды пергамент қағазының бетіне қоямыз. Келесі дайындайтын бургеріміз белсендірілген көмір қосылған бургер. Жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз, оған тұзымызды, құмшекерімізді және де аштығымызды салып араластырамыз. Сонан кейін бір қасық ұнымыз және де белсендірілген көмірді салып, барлығын араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз шапка болып көтерілген соң, жұмыртқамыздың 4/1 бөлігін қосамыз, сұйық майымызды құямыз және қалған ұнымызды електен өткізе отырып қосып, қамыр илеп аламыз. Қамыр илеп болған соң, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді оны жақсылап қайтарамыз. Сонан соң 1/3 бөлікке бөлеміз. Дайын болған булочкаларымызды пергамент қағазының бетіне қоямыз.
Келесі дайындайтын бургеріміз сәбіз шырыны қосылған бургер. Ыдысымызға жылы сүтімізді, тұзымызды, құмшекерімізді, сонан соң ашытқымызды саламыз. Сәбіз шырынын құямыз. 1 қасық ұнымыздан саламыз. Және 1,5 қасық куркума приправасын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып, 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды, бетіндегі пищевой пленканы аламыз, жұмыртқамыздың 4-тен 1 бөлігін қосамыз. Сұйық майымыздан құямыз, барлығын араластырамыз. Сонан соң қалған ұнымызды електен өткізе отырып қосып, қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді қамырымызды жақсылап қайтарып, бұны да 1/3 бөлікке таразының көмегімен бөліп аламыз. Қолымызбен осылай домалақтап булочкалар жасаймыз. Дайын булочкаларымызды пергамент қағазының бетіне қоямыз. Булочкаларымыздың бетіне 1 жұмыртқамызды араластырып жағып шығамыз. Сонан соң ақ кунжуттан себеміз. Булочкаларымыз көтерілгенше жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. Сонан соң қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 15-20 минут пісіріп аламыз. Котлетін дайындаймыз. Сиыр етіне 1 бас пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Сонан соң өз қаламыз бойынша дәмдеуіштер қосамыз. Менде қара бұрыш, қызыл паприка, тұз. Сонан соң 1 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған котлеттің фаршын 1/6 бөлікке таразының көмегімен бөліп аламыз. Фаршымыздан осылай дөңгелек котлеттер жасап аламыз. Тауық етіне жасалған котлет дайындаймыз. Ол үшін тауықтың төс етін және 1 бас пиязымызды ашып, осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Тауық етінің фаршына өз қаламыз бойынша дәмдеуіштер қосамыз. Менде қызыл паприка, қара бұрыш және тұз. Сонан соң 1 жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын араластырып, домалақ котлеттер жасаймыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, котлеттерімізді салып қуырамыз. Жай отта шамамен 10-15 минут әр бетін қуырып аламыз. Котлеттеріміздің арасы жақсы пісу үшін бетін қақпақпен жауып, жай отта пісіріп аламыз. Майонезден соус дайындаймыз. Ұсақтап туралған аскөгімізге майонезімізді салып, барлығын араластырып аламыз. Булочкаларымыз дайын болды. Оларды барлығын толығымен суытып аламыз. Сонан соң ортасынан осылай пышақтың көмегімен кесеміз. Нан кесетін пышақпен кессеңіздер ыңғайлы болады. Бөлінген булочкаларымызды қызып тұрған тапада 1 минутқа қыздырып аламыз. Бургерлеріміздің арасына салатын салмаларымызды дайындаймыз. Қиярымызды жіңішкелеп, дөңгелектеп турап аламыз. Қызанағымызды дәл солай тураймыз. Бургерімізді жасауға кірісеміз. Соусымыздан жағамыз. Салат жапырағын қоямыз. Тағы да соустан жағамыз. Котлетімізді қоямыз. Және осындай ірімшіктен қоямыз. Өз қалауымыз бойынша әртүрлі қылып жинасаңыздар болады. Мен осылай жинадым.
Дайын болған бургерлерімізді осылай шпажкамен түйреп қоямыз. Барлық бургерімізді дәл осы видеодағыдай жасап шықсаңыздар болады, немесе өз қалауларыңыз бойынша ішіндегі салмаларын алмастыруға болады. Дәмі өте керемет, ерекше бургерлеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кез келген сұрақтарыңыз бар болса, комментарий бөлімінде сұраңыздар. Сау саламат болыңыздар.